I've been all in my phone, I got options, and I don't wanna tell you to drop it. Қайырлы таң, қалайсыздар? Бұл менің бір күндік влогым. Мен күні бойы өзімнің немен айналысатынымның барлығын түсіретін боламын. Қазір сағат 8:00, ұйқыдан тұрдым. Ұйқым мүлдем қанбады. Жаңа әрең тұрдым, себебі кеше ұйықтадым. Мынау кешеден қалған прическа, қазір душқа түсем, таңғы ритуалдарым жасаймын, күні бойы немен айналысам, барлығын көрсетем, сіздер менімен бірге болыңыздар. Мен ұйқыдан тұрып, жуынғаннан кейін міндетті түрде бір стакан жылы су ішемін. Соған әбден үйренгенмін. Бір стакан жылы сумен басталады таңым. Мен өзімнің спорттық киімімді киіп алдым. Қазір йогамен айналысамын. Мен бір лайфхак оқыдым жақында. Спортпен айналысуды үйде хотя бы жаттығу жасауды бастай алмай жүрген жандарға ұйқыдан тұрғаннан кейін, жуынғаннан кейін спорттық киім киіп алу керек дейді. Сонда адамда мотивация болады, бастап кету тез болады. Ал егер де сіз пижамамен жүретін болсаңыз, сізде желание да болмайды, уақыт та болмайды, кейде есіңізге түспей де қалуы мүмкін. Сондықтан осындай бір лайфхак естідім. Мен қазір солай жасап жүрмін. Ұйқыдан тұрам, жуынып болғаннан кейін үстіме осындай спорттық киімді киіп аламын. Қазір йогамен айналысам, содан кейін душқа барам. Поставь ладони на область поясницы, движение головой вниз и вверх, медленно и плавно. Продолжаем в динамике. Вдох, выдох, глубокий вдох, баланс, вдох, ладони намасте перед грудью. Йогамен айналысып болдым. 15 минут уақыт жұмсадым. Күнделікті осылай 10 минут, кейде 15 минут. Пилатес, йога, растяжка деген сияқты видеоны алам, ютубтан қосам, соны қайталаймын. Денемнің жазылып, өзімді тонуста сезіну үшін осылай кішкене жаттығу жасаймын. Соның өзі маған негізі жеткілікті. Бірақ алдағы уақытта мен өткен жолы инстаграмда айтқам, я йогаға, пилатеске или танцыға әйтеуір барғым келеді деп. Көрем соны, енді келесі апта іздейтін шығарым. Қазір мен душқа түсем дальше. Мен қазір ғана душтан шықтым. Шашымды шампуньмен жудым, бальзам жақтым одан кейін. Қазір шашыма Скрин компаниясынан осындай крем жағамын. Крем для волос. Кейде бұны жақпаған күндері Нюкс брендінен осындай масло жағам. Масло для тела, для всего, короче, осы масло. Екеуін кезектесіп жағам. Тарағым осындай. Негізі шашты су күйінде тарауға болмайды, түсіп қалады деп солай айтады, бірақ мен олай жасай алмаймын. Мен міндетті түрде шашымды су күйінде тарамасам, кепкенге дейін ол үйсіп қалады, сөйтіп жүргім келмейді. Сондықтан да бірден тарап, осындай уходымды жасап аламын. Мен шашқа арналған күтімімді аяқтадым, кішкенеден кейін кептіремін. Ал қазір денеге арналған кремімді көрсетейін. Бұл интрига деп аталады. Мен соңғы 2 жылдан бері осыны пайдаланып жүрмін. Кейде араластырып тұрам по настроению. Бұл көбіне ұнайды, Wildberriesте сатылады. Негізі парфюмированный крем, иісі көпке дейін сақталады. Киімдерге сіңіп қалады, кәдімгідей бір керемет иісі бар. Маған өзіме қатты ұнайды. Мен қазір осыны жағам. Бірден бет күтімін көрсете кетейін. Менде бүгін мынадай PD, XSY серум, сосын SPF-калар жағам. Бұл вокруг глаз, ал мынау для лица. Қазір жағып шығам. Үйде шай бітіп қалыпты, амал жоқ, қазір кофе ішейін деп жатырмыз. Негізі біз күнделікті кофе ішпейміз. Мынау карамель дәмімен Якобстан қазір жасаймын. Бүгінгі таңғы ас жұмыртқа пісірдім. Соленые огурцы, листья салата, сыр,
творожный сыр міндетті түрде күнде таңертең жейміз. Сосын кофе. Бұл менің ішетін витаминдерім. Таңғы астың уақытында мен омега-3, D3 витаминдерін ішемін. Таңғы ас аяқталғаннан кейін йодомарин мен сорбифер ішемін. Өткен жолы инстаграмға салған болатынмын. Сорбифер деген мынадай дәрі, аптекадан сатып алдым. Дәрі болғанда витамин. Ешкімге кеңес бермеймін, мен ондайдан қорқамын, бірақ әйтеуір менің білетінім, менің ферритинім осыдан көтерілді. Ал кешкі уақытта магний ішемін. Бір таблеткасын ұйықтардан 2 сағат алдын ішіп алам. Мен шашымды кептірдім, дайынмын, киініп алдым. Look of the day бүгінгі осындай. Менде үстімде тенниска, юбка, кожаная куртка и аяғыма либо лоферы, либо кеды киіп аламын. Сосын жұмысқа шығамын. Мен қазір жұмысқа жеттім, өте ұзақ жүрдім, пробкамен әйтеуір келдім. Қазір жаңа үйден шыққан бойда үйдің қасындағы неден Каспий поштаматтан осындай не алдым. Өзімнің посылкамды алдым. Кітап заказ берген болатынмын. Қандай кітаптар барлығын кейінірек көрсетем. Офисқа қарай келе жатырмын. Погода күшті болып тұр. Кейбір адамдар вообще футболкамен жүр. Себебі білмеймін бүгін неше градус. Ашық па? Открыто? Саламатсыз ба? Саламатсыздар ма? Приятного аппетита! Всем привет! Мен қазір гримеркадамын. Қазір киінеміз, боянамыз, шашымызды істейміз оған дейін. Уақыт бар әзірге. Мен оған дейін обед ішіп алуым керек. Мұнда айтпақшы жұмыста бізде тамақтандырады. Бүгін обедке курица и пюре, сосын салат, сыртынан көрініп тұр, чай. Қазір мен тамақтанып аламын, содан кейін дайындаламыз. Бүгінгі менің образым мынадай көйлек болады. Қызыл, горох, блузка, сосын юбкасы бар, осындай двойка. Қазір хейр-стилист, визажист қыздар келеді, содан кейін қандай прическа істейміз, қандай макияж жасаймыз, бірге ойланамыз. Бүгін біз Альмирамен боянамыз. Альмирамен қандай миық жасаймыз? Бірінші вариант, потом екінші вариант мынау. Хамелеон. Осындай пигмент бар как раз. Образ қызыл болса да, просто андай подстраиваться етеді ғой деп тұрсыз. Бордомен аламыз подложкасын, вообще күшті болады. Давайте онда осыны істейік, да? Мен алып келмеймін. I've been all in my phone, I got options. And I don't wanna tell you to drop it, but I don't wanna play your fair. Yeah, something. Макияж жасап болды. Қараңыздар. Қандай миық шықты. Фотодағыдай шықты ғой, да? Маған осындай миық. I'm talking crazy. I need you running my space, but I need it, baby. I'm late, but I still can check in with you. I know that I need my. Киініп алдым. Бәрі дайын. Қазір студияға шығамын. Эфирге 30 секунд уақыт қалды. Вика, передай привет моим подписчикам. Мен дайынмын. Қазір студияға шығамын. Маған микрофон тағылды уже. Қазір мен студияға. Мен алдым ба? Мама, ужас! Ой, кешіріңіздер. Шошып кетті ғой. Ужас, просто. Қалайсыздар? Бізде жарнама уақыты. Мен шай ішіп отырмын. Бір үміткер бізде ақерке есімді мынадай шелпек алып келіпті. Сағатжан, артық комментарий маған керек емес. Жандос менің туысқаным сияқты ма, қалай ойлайсыздар?
Так-то давайте я подниму. Петличкаларды шешіп жатырмыз қазір эфир аяқталды. Да демалыс. Эфирден шығып киімімді ауыстырып келіп жатырмын. Что-то слабость болып тұр. Қазір шығуым керек. Бір кездесуге баруым керек. Мен подругамен кездесуге келдім. Қазір эфирден шығып, неделькаға қазір шай ішіп, тамақтанып аламыз. Содан кейін барып үйден қайтамын. Әзірге осында боламын. Мен өзіме паста заказ бердім. Қазір паста с креветками и какими-то томатами, короче. Қазір тамақтанам. Біз тамақтанып алып, қазір прогулкада жүрміз. Мороженое жеп келе жатырмыз, себебі күн деген жып-жылы, күшті болып тұр кәдімгідей. Көптен осылай прогулкаға шықпай едім. Дархан футболға кетті. 1-2 сағаттан кейін ол босай. Оған дейін мен подругамен жүре тұрам. Потом үйге барам. Мен үйге келдім. Күні бойы жүріп әбден шаршадым. Дархан әзірге әлі футболда. Мен қазір тезірек бетімдегі миыкты сүртіп тастағым келіп тұр. Қандай средстволармен сүртемін бірден айтайын сіздерге. Нюкстан мицеллярная вода. Бірінші көзімді ватный дискпен сүртіп аламын. Одан кейін гидрофильное масло. Сонымен сүртем, жуамын. Одан кейін Beauty Mediterranean'ның пенкасы. Осыдан кейін менде тоник. Тоник тоже Beauty Mediterranean. Қазір осымен жуамын. Одан кейін менде серум бар ғой, иә? Қазір көрсейінші. Accessory'дың серумын жағамын. Сосын соңында 345 доктор Алтаяның кремін жағам. Менің кешкі уходым осындай болады. Қазір барлығын жуып тастаймын. Unpacking жасаймын деп ұмытып кеттім. Мен өзіме кітаптарды тапсырыс берген болатынмын. Бірінші кітап Шарлотта Бронте, Джейн Эйр деген кітап. Көбі мақтаған. Сондықтан да тапсырыс бердім, оқығым келіп кетті. Енді көреміз. Одан кейін екіншісі Гаухартас, Дулат Исабековтың кітабы. Мынаның ішінде менің білуімше әңгімелер сияқты жиналған. Әңгімелер жинағы сияқты. Дархан қазір футболдан келді. Маған мынадай тедот алып келіпті. Мынау со вкусом капучино ма, сондай сияқты. Ішінде мынадай шариктары бар. Мармеладтар сияқты бар. Негізі мен мынадайды ұнатпаймын особо. Бірақ именно осы варианты былай жақсы екен. Бүгін бізде киновечер. Жаңа бүгін Магнумнан маракуйя заказ бергем. Ішінде мынадай қасығымен келеді екен, оказывается. Қазір жеп көреміз, қышқыл ма, жоқ па. Ущелье деген киноны қарап жатырмыз. Мынау актерді білетін шығарсыздар. Негізі кәдімгідей өзгеріп кеткен ғой. Соны қарап отырмын. С возрастом он лучше становится все-таки. Бір күндік влогым аяқталды. Қазір сағат түнгі 2. Күні бойы немен айналыстым, не істедім, барлығын түсірдім, салдым. Өткен жолы алғашқы влогымның астына көп адамдар жазған болатын. Бір күндік влог түсіріңіз дегендей. Сол бойынша түсірдім. Идеяларыңызға рахмет. Сіздерге ұнады ма? Комментарийға жазып қалдырыңыздар. Соңына дейін влогты көріп шыққан жандарға үлкен рахмет.